аресті шешу. Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан, осы талқылайтын боламыз. Эфирде қалыңыз. Егер сіздің шотыңызға арест қойылса, не істейсіз? Қандай амал қабылдауыңыз керек? Тағы да бір рет қайталап айта өтейін. Бірінші кезекте аресті кім қойды? Соны білуіңіз керек, иә? Реестр должников деген бар, еліңіз білесіз. Одан кейін сот орындаушыға арыз жазуыңыз керек, материалмен танысу туралы. Екінші. Одан кейін барып, танысқаннан кейін сіз материалдың ішінде атқару параға болмаса сот шешімінің көшірмесін алуыңыз керек. Үшінші. Содан кейін нотариустың атқару парағы болса, нотариусқа барып қарсылық жазуыңыз керек. Төртінші. Ал егер сот шешімі оңайлатылған сот шешімі болмаса, сырттай сот шешімі болса, сол сотқа арыз жазуыңыз керек. Мен соттың шешіміне келіспеймін, маған ешкім айтқан жоқ, ешқандай хабарлама келген жоқ деп арыз жазуыңыз керек. Бұл төртінші іс-әрекет. Бесінші іс-әрекет, қолыңыз қалғаннан кейін соттың ұйғарымы немесе нотариустың справкасы, жаңағындай соттың оңайлатылған шешімінің күшін жою, болмаса нотариустың атқару парағын күшін жою туралы справка, осы екі құжаттың біреуін сіздің ситуацияңызға байланысты сот орындаушыға барасыз да, сот орындаушы арыз жазуыңыз керек. Аресті шешу және істі қысқарту туралы. Бұл алтыншы әрекет. Сөйтіп, сіз өзіңіздің мойныңыздағы аресттерді шешсеңіз болады. Бұндай тегін консультацияны әр заңгер бере бермейді. Мен болсам, халықтың қалын ойлағандықтан, халыққа жалпы көмектесудің жолын ойлағандықтан сізге тегін консультация беріп, тегін реальны іс-әрекет айтып отырмын. Сондықтан мойныңызда арест болса, осы 6 әрекет жасасаңыздар, аресттің бәрін шешіп, ары қарай проблемаңызды банкпен графикке қойып бір шешсеңіз болады қарыздарыңызды. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Егер осы видео пайдалы болса, астына лайк, комментарий қалдырсаңыз болады. Және достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Жаман жақсы комментарий болса да астына жаза отырыңыздар.